қазақша аударылып айтылған. Мен мүгедекпін. Әрбір мүгедек өзінің коляскасіне, мүгедек арбасына таңылады. Мен өзімді мүгедек арбаға жабысып қалғандай сезінемін. Мен үшін мүгедек арбаға отыру ол өте қиын. Себебі мен басқа балалар сияқты жүріп, күліп, ойнағым келеді. Мен өзімде футбол ойнағым келеді басқа балалар сияқты. Бірақ менде ондай мүмкіндік жоқ, өйткені мен мүгедекпін. Бірақ та мен бұған қарап тұра алмаймын. Сондықтан да мені ұстаздарым менімен үнемі доппен ойнаймыз. Бірақ мен басқа балалармен бірге секіріп ойнағым келетін. Бір күні мен басқа елді мекенге ауыстым. Және де ол жерде мүгедектерге арналған мектеп болды. Ол жер мен үшін көңілді болды. Мен үшін бұл жерде күннің нұры түскендей болды. Маған күннің нұры түскендей болды. Мен бұяқта әртүрлі ойындарды аяғым жоқ болса да ойнаймын. Өзім сияқты көптеген мүгедектерді көремін. Бірақ олар менің жан достарым болды. Және маған апайым ұнады. Ол ағылшыннан беретін апай. Ол сөйлеген кезде мен өзімнің тілім ағылшын тілін секілді сөйлеймін. Ол маған көптеген сұрақтар қояды. Көңіл күйің қалай? Жақсысың ба деген сияқты. Мен кейін колледжге оқуға түстім. Колледжде оқуға түскенде мен журналистік оқуына түстім. Өйткені мен бала күнімнен бастап журналистік оқуларға түскенді қатты жақсы көретінмін. Мен бала күнінен бастап жазбаларды өте қатты жақсы көрдім. Қазірге де мен өзімнің журналистік мамандығыма жұмыс атқарамын. Сіздер де мен секілді көптеген өздеріңізге талпыныс қойсаңыздар, онда сіздер де көптеген нәрселерді өздеріңіздің мақсаттарыңызға жете аласыздар деген ойдамын. Мен монстр емеспін, мен де адаммын. Мен де тек қана мен мүгедекпін, бірақ мүгедек екенмін деп жүре беруге болмайды. Егер сіздер жолдан бір мүгедекті көрсеңіздер, онымен көңілді араласыңыздар. Өйткені оның да жаны жадырайды. Достар, мен арнама тіркеліп кетіңіздер, лайкты басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.